Арсен Альчиков 1941 сенесі Алуштанын юқары шума көйінде дүнияға келді. Туған көйі ақында балалық қатарлавлары Арсен ағай үшін пек қиметлі. Африк артананlar төпеде отырлар, тикаран шума біле деречеді. Сон ма бір хабақ бергенер да, мен де хабақны сүрекіліп күтем. Энде у төпеден бұл апқадар су ақай, хабақын кечірме керек. Мен у судан içine kırdım da xabaqını tartып отырам. Мына о көзім мөгіне тұра, мен у xabaqını шығарып болмайым. Қырым татарлар сүргінлікке оғырағанда Арсен 3 yaşында еді. Оның қорантасы Өзбекистанның Бекабад шеріне түшті. Ғұрбетлікте бұтын қырым татарлар атшылық ве чешіт хасталықларға оғырадылар. Бараклар че, землянкалар че, адамларына землянка че, қазылған тізден неме балшық, көпесі қамыш, қапсы шей жоқ, бір чул тақылған, сон бүтін балалар ұстмадан дыр-дыр-дыр қалтырайлар. Акрихин деген әбілі бір иляч içердік. И сон несі барды, бүтін немелерге докторлар барды, обход yapалар да, больные есть. И бүтін оғлан балалар, шейлер, немелер, алып келер балынса, егенжек күн жесет. И сон bizim kütkende xapon beklep kütüler de bir nemeşte tapçan gibi bir şey var. Onun tübüne saklanıp akrihin içip anda oturuyor. Sesiniz çıkmasın deyip. Та балалықтан о халқына қаршы олған адалетсізлік аққында чоқ түшінейді. Халық не себептен сатқын деп қабатлана. Бұл адалетсізлікке о балалық чағында енді қаршы шықты. Adımız yolumuz продажная шкура. Енді мектепке varamız. Күнде көтек. 60 сенелері милли әрекет ең қызғын нұқтасына етті. Бекабатта ең фаль тішібіз группаларындан бірі әрекет етейді. Арсен Альчиков четте қалмады. О әрекеттің эсасчыларынан бірі олған Джепар Акимовнен таныш еді. Сонда да яма бақ, сен партия не кірмейсің? Я говорю, я не керек у партия. Мына говорю, сіз коммунист, бабам коммунист, әпіңіз коммунист. Хачкап кфиятыңыз бар. Sonra Ceppar айтты, sen partiya kırmak gereksin dedi. Son sen yaşlarla çalışasın. Ana yaşlarla arasına и Moskva gitmek gerek. Бойлелікнен бүйіклерінің тевсиесіні дінлеп, 22 yaşında Арсен 1963 сенесі фырқа азасы олды. 65 сенесі ise о башқа халық векілерінен бәрібер девлет елбашчыларының көрішмек үшін Москваға yol алды. Анда о қырым татар женкчі субайларны көрді. Ве милли әрекет қожаман бір күч олғанына анылады. Микаяннен көрішкенде Арсен Альчиков қырым татар генчлері адындан сөзге шықты. Бұл көрішівден сон Арсен аға фырқадан шығарылды. Топлайлар немені, городскую конференцию. И чхайларда, вот на наших глазах вырос молодой перспективный работник. Мы его в высшую партийную школу готовим, а он оказался гнилой. Вот такая оценка. И вот инансаңыз да таныған білген адамдар отворачивается. Мына кете огне чеверли башқа тарапқа кетті. Бұтын бұл көрішівлерден сон халық векілері акимиеттен жауап беклейділер. Не вақыт қырым татарлар ватанға қайтacak. Ама жауап жоқ еді. Бөле мұраджатлар файдасыз олғанını анылған халық да фаал әрекет етмеге қарар алды. 1967 сенесі август-сентябрь айларында Ташкентте қырым татарларының наразылық митинглері кечірілді. Оларның фаал иштиракчысы Арсен Альчиков апіске алынды. Енді біз бұл скверге келдік, бақсақ, біз енді топландық. Сквер окружен милицейский батальон. И сон башыдар ерте балларын бірсін скручивает, бірсін тұталар, сон әрекет оқты. Біз бұл насыл олacak бұл. Bizim мұндашын кірдік, kimse көрмей, kimse білмей. Напайық, давай бұл кордон пробиваем и театр навайге шығайық. Келдік, енді анда спонтанно әрбіші, басамақларға шығып, верните крымских татар, Крым, восстановите декрет Ленин, в общем, плекті. Әрбіші қалабалық бір программасыз. Митинглерде 130 адам яқаланды. 12 инсанға қаршы жинайы ішлері açıldı. Sonra ise mahkeme oldu. Bu vakıya Kırım Tatar tarihine 12'ler mahkemesi olarak yazıldı.
Арсен Альчиковны 3 ел апис жазасына махкум еттілер. Onun ömür arkadaşı Tamara Kantуганская да milli әрекет iştirakçısı еді. Ona şartılı ceza берілді. Айтар, что я милицию бил, милицию неме, фелян тюген, а основного подтверждения нету. Я никакой милиции не бил, ни от кого я не бежал, никого я не скрывался. Бейджегом, но тем более мен браягом, да хахьяды сенеси я попал под мотовоз, браях йох. И, в общем, уже буны немеде Верховный суд училын экил япа. Қырым татарлар ватанға қайту мәселесіні атта түрмеде біле ұнытмайдылар. Егер адамдар шынки күнде хотя бы 1000 адам Қырымға қайтса, біз насыл олар, лаф етейік. Сон бірден бір күн басық, лаф шықты. Какого-то, говорит, полосатика привезли, крымский татарин. А полосатик это смертники. Ну, у них полосатая форма, и надзиратель кели, на уборку 2 деда, без парихнен чықтық. Мен спіріктем, неме сызғырып кетем бір татар мелодиясын. Сон бірден басым, ең көшеде, бір немеде қаранық бір ши көрін, бір ши қыбырдай. Сон мен тоқтадым, сон бірден аннан чықты бірден адам, bu полосатый форманен, аю кебе, бле, сақалы сачы, башы сачы, с кем? Ты кто, дедім, бле, неметіп. Крымский татарин, дейм. Я тоже крымский татарин, дед, да, был. Сон, за что сидишь? Меня сорай. Я говорю, сидим, чтобы вернуться на родину. Потом хал хаяхта. И вот инансаңыз, он абу хапун алды, да, демір хапуны, абле хапу даңғырдай. Теперь-то я отсюда выйду, дей. Жаза мүддеті біткен сон Арсен аға Қырымға қайтмаға қарар алды. 1975 сенесі о айлесінен бері ватанға келді. Мында олар чоқ чекіштілер. Иш yok, прописка yok. Күн евден чықара білелер. Бұл қиынлықларға кез даянып оламайды. Bir hafta geçer gitmez, babayında kayıttı. Bir maşına дружина geldi, выселять. А мен de o комсомолда çalışkanda, o Беговат'ta, командир оперативного отряда при милиции, дружинам başladım. Ну, удостоверение такое. Son мен çıktım bularga da, dedim, кто у вас тут старший? Надо Сапрыкин бірден участковый мотоциклетмен келді, бұлар етсе. Я говорю, а кто дружиной команды? Бросайте я. Я говорю, слушай, вот это удостоверение посмотри. А, да, гербовое удостоверение командира оперативного отряда при таком-то. Я говорю, я вот сам занимался этими делами. Хулиганами, пьяницами. А мы, говорю, что? Вы что, ребята, совсем что ли? Вот у меня 2 детей, я пришел, дом купил. Сегодня меня выселять будете, а завтра пропишите. Что будет потом? Бу иш махкеме ішіне чеварылды. Махкеме 24 saat içinde evni boşatmağa karar aldı. Ama Альчиковлар хорантасы теслим olmadı. Çeşit maniyalardan keçip, олар yaşagan yerinde kaydetildiler. İş таптылар. Elbette Arsen Альчиков halkının akları için kureşini toxtatmadı. Yıllar geçti. Kırım tatarlar Kırımға kütlevi şekilde kaytmağa başladılar. Kıyınlıklarla beraber kuvançıl vakayalar da oldu. Ve zaman Arsen ağa halkla beraber edi. O 3. ve 4. kurultayının vekili oldu. Ve bugün Kırımға kaytkanından 45 yıl geçken son, o evvel olğanı gibi faal. Müracaatқа, teşebbüske kol tutmağa hazır.